Саламатсыздар ма 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз қысқаша көбейту формулалары бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың Б деңгейінің екінші нұсқасын қарастыратын боламыз. Оқушылар өздерін көріп тұрғандай 4 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмада көбейткіштерге жіктеңіз. А көбейтілген y-тің 4 дәрежесі азайтылған 16а. Мұнда екеуінде де а бар екен. Жақшаның алдына шығарамыз. Сонда жақшаның ішінде y-тің 4 дәрежесі азайтылған 16 қалады. Енді оқушылар, мұндағы біз y-тің 4 дәрежесін y-тің квадратының квадраты деп алсақ болады. Азайтылған 16-ны 4-тің квадраты деп алсақ болады. Сонда оқушылар, а квадрат минус б квадрат деген формулаға кеп тұр екен. Ол ашылады а минус б және а плюс б болып. Сонда y квадрат минус 4 y квадрат плюс 4 болады. Ағарай оқушылар, мына өрнекті y квадрат минус 2 квадрат деп алатын болсақ, сонда y минус 2 y плюс 2 болады. Және мұндағы өрнекті де y плюс 2 y плюс 2 деп алсақ та болады, немесе y квадрат плюс 4 деп осылай қалдырсақ болады. Мінекей оқушылар, мына өрнек бізге бұлай көбейткішке жіктеледі екен. Келесі оқушылар, екінші тапсырманың астында s тең болады 6а квадрат формуласын қолданып кубтың толық бетінің ауданын табу өрнегін жазып ықшамдаңыз. Ал бысында көлем тең болады а куб формуласын қолданып кубтың көлемін табу өрнегін жазып ықшамдаңыз. Мұндағы а тең болады 3х минус 4-ге. Енді оқушылар, бізде аның орнына мына өрнекті қоятын болсақ, яғни аның квадраты болып тұр, яғни екі өрнектің айырымының квадраты деген формулаға кеп тұр екен. Енді ауданын табатын болсақ, s тең деп алып, 6-ның өзін жазамыз да, аның орнына а квадрат деп жазалайық бірінші. Аның орнына 3х минус 4-ті қоямыз, квадраттаймыз, тең деп алып, 6-ның өзін жазып алып, 3х минус 4-тің квадратын формулаға саламыз. Сонда бірінші өрнектің квадраты 9х квадрат болады. Минус 2 еселенген а көбейтілген б, яғни а мен бұны көбейтсек 12х болады, 2 еселесек 24х болады. Плюс б квадрат, яғни 4-тің квадраты 16. Енді 6-ны көбейтетін болсақ, сонда 54х квадрат минус 6 мен 24-ті көбейтсек 144 болады. 6-ны көбейтеміз 16-ға, сонда 96 болады. Мінекей кубтың толық бетінің ауданы осыған тең екен. Енді көлемін табатын болсақ, мұндағы v тең болады а куб деген формуланы қолданатын болсақ, аның орнына біз мына өрнекті қоямыз, яғни 3х минус 4-ті қоямыз, осыны кубтаймыз. Ол үшін екі өрнектің айырымының кубы деген формуланы қолданамыз, а куб, яғни 3х-тің кубы, а бізде 3х, б бізде 4 екен. Минус 3 а квадрат, яғни 3х-тің квадраты, көбейтеміз б 4. Қосамыз 3 көбейтілген аның орнына 3х, көбейтеміз б-ның квадраты, яғни 4-тің квадраты минус 4-тің кубы. Енді есептейтін болсақ, 3х-тің кубы 27х куб болады. 3х-ті квадраттаймыз, 9х квадрат болады. 3-ке көбейтеміз 27, 4-ке көбейтеміз 108 болады. 108х квадрат қосылған 4-тің квадраты 16, 3-ке көбейтеміз 48, тағы 3-ке көбейтеміз 144 болады. Минус 4-тің кубы 64 болады, яғни 4-ті өз-өзіне 3 көбейту деген сөз. Сонда оқушылар өздерін көріп тұрғандай, кубтың толық бетінің ауданы мына өрнекке тең, ал оның көлемі мына өрнекке тең екен. Келесі оқушылар, үшінші есептеңіз. 87 квадратты өзін жазып аламыз. Минус 174-ті 2 көбейтілген
87 деп алсақ болады. Көбейтеміз 67, қосамыз 67-нің квадраты. Оқушылар, екі өрнектің айырмасының квадраты деген формулаға келіп тұр. Оны біз ықшамдаған кезде а минус б-ның квадраты деп аламыз. А 87-ге тең, б 67-ге тең. Сонда 87 азайтылған 67-нің квадраты а минус б-ның квадраты деген формулаға келіп тұр дедім. Азайтамыз 20 болады. 20-ның квадраты деп аламыз. Тең болады 400-ге. Келесі оқушылар 106-ның квадраты. Азайтамыз 121-ді 11-дің квадраты деп алсақ болады. 122-ның квадраты. Азайтамыз 64-ті 8-дің квадраты деп алсақ болады. Сонда а квадрат минус б квадрат деген формулаға келіп тұр. Оны біз а минус б, а плюс б деп көбейтке жүктейміз. Сонда 106 азайтылған 11, 106 қосылған 11 болады. Ал бөлімі 122 азайтылған 8, 122 қосылған 8. Жүз алтыдан 11-ді азайтамыз, 95 болады. Көбейтеміз, 106-ға 11-ді қосамыз, 117 болады. Ал мұнда азайтқан кезде 114, көбейтеміз 130-ға. Сонда оқушылар 95-ті, мұнда жазайын, кішкене көрнекті қып. 95-ті 5 көбейтілген 19 деп алсақ болады. 117-ні 39 көбейтілген 3 деп алсақ болады. 114-ті 3 көбейтілген 38 деп аламыз. Ал 130-ды 26 көбейтілген 5 деп аламыз. Енді қысқартатын болсақ, 5 пен 5 кетеді. 19 пен 38 қысқарады. Мұнда 2, мұнда 1 болады. 3 пен 3 қысқарады. 39 пен 26 екеуді 13 деген санға бөлінеді. 2, мұнда 3 болады. Сонда оқушылар бөлімі 4, қалымы 3 болады. Дәл осылай қалдырсақ та болады, немесе 3-ті 4-ке бөліп 0,175 деп алсақ та болады. Енді оқушылар 4-ші соңғы тапсырмасы 2 санның айырмасы 13-ке тең, ал олардың квадраттарының айырмасы 221. Есепті теңдеу құру арқылы шешіп, осы сандарды табыңыз. Оқушылар, бірінші санды x деп аламыз, екінші санды y деп аламыз. Олардың айырмасы 13-ке тең, ал олардың квадраттарының айырымы 221-ге тең. Теңдеу құрып алдық. Мұндағы x-ті табу үшін 13-ке қосамыз y-ті. Енді осы өрнекті әкеп мұнда қоямыз. 13 қосылған y-тің квадраты азайтылған y квадрат тең болады 221-ге. Оқушылар, мұнда бізде а квадрат минус б квадрат деген формулаға келіп тұр екен. Оны жіктейтін болсақ, 13 қосылған y минус y келесі жақшада а плюс б, яғни 13 қосылған y болады, тең болады 221-ге. Мұндағы y пен y қысқарады, сонда 13 болады. Мұнда 13 қосылған 2y болады, тең болады 221-ге. Енді оқушылар 13 қосылған 2y жазып аламыз да, 221-ді бөлеміз 13-ке. Сонда 221-ді 13-ке бөлетін болсақ, 17 болады. 2y деп алып, 17-тен азайтамыз 13-ті. Сонда y тең болады 4 бөлінген 2-ге, тең болады 2-ге. Y-ті тауып алдық, енді мұнда кеп қоямыз. 13 қосылған y, яғни 2, тең болады 15-ге. Оқушылар, мінеке бізде x 15-ге тең екен, ал y
2 тең екен. Бастапқы мұнда әкеп қоятын болсақ, x минус y тең болады 13-ке деп алдық, сонда 15-тен азайтамыз 2-ні, тең болады 13-ке. Мына өрнекке қоятын болсақ, x квадрат, яғни 15-тің квадраты, азайтамыз y квадрат, яғни 2-нің квадраты, тең болады 15-тің квадраты 225, азайтамыз 4-ті, тең болады 221-ге. Мінеке мынау сан шықты. Сонда жауабы 15 және 2 екен. Түсінбеген сұрақтарым болса, оқушылар комментарийға жазып сұрасаңдар болады. Оқушылар бұл нұсқасынан бөлек менің каналымда бірнеше нұсқалар бар. Қажетті нұсқаларды каналға өтіп қарасаңдар болады. Сау болыңдар.